Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай тіске басар жасайтын боламыз. 3 қана заттан жасалады. Өте оңай. Дәл осылай жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Ең бірінші бізге керекті заттар: осылай табамызды алып, кішкене майымызды құйып, одан кейін 200 грамм фаршымызды шығырып алатын боламыз қызарғанша. Дәл осылай үстін басып ұсақтап алыңыздар. Қызарып қуырылған фаршымызға тұзымызды қосып араластырып дайын болды. Мінекей суытып қоямыз. 2 лавашымызды осылай бірге қойып, дөңгелетіп кесіп алатын боламыз. Салат жапырағымызды жуып, осылай ұсақтап турап дайындап аламыз. Лавашымыздың көлемінде қылып кесіп алсаңыздар болады. Одан кейін майонезімізді алып, бір зубчик чесногымызды алып, сыққыштан өткізіп алып, араластырып дайындап аламыз. Барлығын дайындап алдық. Ендігі міне лавашымызды, салат жапырағын және де майонезіміз жағып, фаршымыз салып, зубочисткамен дәл осылай қыстырып қоямыз. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Өте керемет, дәмді болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қонақ келген кезде сіздің дастарханыңызды керемет қылып ашып тұрады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүл Самал.